сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Линза алайын деп едіңіз. Аға, рецептіңіз бар ма? Аға, маған бере қойыңыз. Бірінші алайын, дұрыс қой, иә. Түсінікті. Онда осы жерге отыра беріңіз. Мен қазір сіздің рецептіңізді қарап, сіздің размеріңіз бойынша линзаларды келетін боламын. Жарай ма? Сізге түрлі түсті линза керек пе, әлде түссіз линза керек пе? Түссіз, иә. Жақсы. Онда осында отырыңыз. Қазір мен қарап көрейін. Так. Қазір мына линзаларды тағып көретін боламыз. Бірінші осындай линзалар. Қазір біз линзаларды тағып сіздің көзіңізге дәл бола ма, әлде үлкен ба, соны тексереміз. Себебі кейбір линзалар үлкен болады, сондықтан ол көзге кедергі келтіреді. Сондықтан әркімге өзінің көлеміндегі линза керек. Бірінші линзаны тағардың алдында қолымызды жақсылап жуымыз керек. Есіңізде сақтаңыз, біз бірінші қолымызды жақсылап сұйық сабынмен жуамыз. Содан кейін қолымызды бір рет қолданатын салфеткамен сүртеміз. Жарай ма? Сүлгіге сүртуге болмайды, себебі сүлгіде микробтар болғаннан кейін оған қолыңызға микробтар енеді де көзіңізге инфекция түсуі мүмкін. Сондықтан линза тағатын алдында қолды жақсылап жуып, барлық шараларды орындау керек. Бізге осындай кабинет керек болады. Көзінен ашамыз. Сіздің көзіңіз сондай әдемі. Міне. Және тағы да есте сақтайтын нәрсе, ол линза осындай жан-жағы доңғалақ болып тұру керек. Мен қазір сізге барлығын жақсылап түсіндіремін. Жарай ма? Мына линзаны бірінші тағып көрейік. Енді қазір сіздің екінші көзіңізге тағамыз. Жаңдағы көзіңіздің жан-жағына суды сүртті ұстайық. Көзіңізді ашыңыз, жұмыңыз, ашып жұмыңыз. Қараңыз. Менің қолымды қарап отырыңыз. Көзіңізге кедергі келтірмей ме? Жоғары төмен қараңыз. Көзіңізге үлкендеу, иә. Ыңғайсыз болды ма көзіңіз? Жақсы. Онда линзаны көзіңізден аламыз. Жарай ма? Енді екінші көзіңізден алайық. Жақсы.
қазір кітабын көрсетемін. Кітабында барлығы бар. Осындай сізге қазір кітабын беретін боламын. Бұл жерде нұсқаулығы бар. Сіз өзіңіз қарап таныса аласыз. Сізге көрсетейін. Бұл жерде барлық гигиенаны сақтау, қолды қалай өңдеу керек, барлық қауіпсіздіктердің алдын алу сияқты жағдайлардың барлығы жазылған. Жағымсыз реакциялар қандай болады деген сияқты. Линзаны дұрыс қолданыңыз. Міне қараңыз. Міне осылай егер тағатын болсаңыз бұл дұрыс. Ал егер мынандай болып тұратын болса, теріс қарап тұратын болса, бұнда бұл дұрыс емес, қате деген сөз. Соған мұқият болыңыз. Осында барлық линзаны қалай кию керек барлығы осында жазылған. Түсінбесеңіз тағы да оқысаңыз болады сол жақтан. Әрине. Линзаны алған кезде қолымызды жақсылап жуамыз. Содан кейін тағы да ескертетін нәрсе, ешқашан линзамен теңізге, бассейнге түсуге болмайды, және суға да линзамен түсуге болмайды. Себебі көзге микробтар түсіп кетеді. Қағазға мен сіздің рецептіңіздің барлығын жазып беретін боламын. Тағы да линза алатын кезде осы рецептін алатын боласыз кезде. Линзаның өзінің арнайы суы болады. Бұл раствор. Қазір менде кішкентай 120 мл түрі бар, және үлкен түрі бар. Мынау біраз жетеді. Сіздің линзаңыздың мерзімі 3 ай ғой. Сондықтан 3 айдан артықтауға болмайды. Және растворды да 3 айдан артық пайдалануға болмайды. Сондықтан осы сізге 120 мл жетіп қалады. Бұл 1,5-2 айға жетеді. Ал үлкен алатын болсаңыз, ол кішкене сізге артықтау болып кетеді. Ол 3 айдан ұзаққа кетеді да үлкен. Сондықтан сізге осыны ұсынамын. Содан кейін оның ішінде өзінің контейнері болады. Сізге көрсетейін. Осындай раствор. Контейнер. Осының ішінде нұсқаулықтары бар. Оқып танысаңыз болады. Сізге салып беретін боламын. Көзіңіздегі линза қалай? Жақсы тұр ма? Келіңіз, тексерейік. Жоғары қараңыз. Төмен. Жоғары. Көзіңізді жұмыңыз. Барлығы жақсы, жақсы тұр ғой. Жақсы. Онда мен сізге осыны жазып берейін, рецептісін. Қазір кристалл линзасын беріп жатырмын. Себебі сіздің көзіңіздің размеріне қарай қарашығанын осы сізге болады. Сіздің моншақ көзіңіздікі. Және мынау сіздің сол жақ көзіңіздікі. Және ескертетін жағдай, бүгін бірінші күн болғандықтан сіз оны 2 сағат қана киіңіз, жарай ма? Сосын екінші күні 4 сағат киесіз линзаны, үшінші күні 6 сағат киесіз. Содан кейін басқа күндері уже 8 сағаттан бастап кие бересіз. Және 8 сағаттан артық киюге болмайды, себебі көзіңіз шаршайды. 3 айдан кейін таңда келесіз.
жақсы. Қазір сізге барлығын салып беретін боламын. Мынау сіздің рецептіңіз. Осы мынаған салып қояйын жарай ма?